Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Мерейдің блогы қайталанбас күндер. Бүгін жаз келе жатыр, күн ысып, және де демалыс. Әрі әкем басқа елден жұмыс бабы бойынша барып келді бүгін таңертең. Сондықтан әкеме арнап банановый кек жасауды шештім. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Олай болса кеттік. Және де бұған керегі бізге 2 жұмыртқа. Одан кейін бананның өзі. Бізге керегі міне сосын ұн, корица, сода, әртүрлі май бола береді. Бірақ бізде оливковое масло, сондықтан жұмыртқа және банан. Енді осы банандарды вилкамен езетін боламыз. Осыдан кейін енді біз қазір 2 жұмыртқа қосатын боламыз. Және де 30-40 мл май қосамыз. Мен көзмөлшермен істей салам. Бәрін бірге араластырамыз. Және негізі мен қараған рецепт бойынша ода қант қосмаған, бірақ мен қант қосам, өйткені аздап тәтті болу керек деп ойлаймын. Қосатын шыған. Қант 2-3 қасық, 2-3 ас қасық қант қосамын. Көз мөлшерімен қарап жасаймын негізі. Қазір ұн қосамыз, және де ұнның қасына біз ішіне бірден ас содасын қосамыз. Ішінде аз қалғандықтан менде аздан алып жатыр. 1 шай қасық қант қосамыз. Кейін біз корица қосамыз. Корица тоже 1 шай қасық қосақ жетеді. Осындай қосамыз. Егер біздің пирогымыз, тортымыз, бисквитіміз үнемі биік шықсын десе, мұзды қопсызғыштан үзуіміз керек. 2-3-ке бөліп араластырамыз. Достар, менің банановый кексім что-то дұрыс шықпай жатыр. Кішкене қою болып қалды. Негізі міне бітті. Тестіміз бітті. Енді ыдысына салып, уже дайындай беруге болады.
майдалап турап кесеміз. Саламыз. Енді сіздерде лопатка болса, лопаткамен екі жүз градуста 30 минуттай пісіреміз. Қазір сала бастаймыз. Ой-ой-ой. Достар, енді қазір сала береміз біздікі қызды. Достар, мен ағылшында оқып болдым. Енді қазір кекс піскенін күтіп отырмын. Және піскеннен кейін ағылшынға баруым керек. Қазір уже пісті. Енді өшіре беруге болады. Жақсы көтерілді. Енді міне өшірдім. Қазір суытамыз. Ой-ой-ой. Мен осындай шықты. Енді осыны... Ойымша азап құрғақта болып қалған. Бәлкім өзі сондай болу керек шығар, бірақ кішкене қосу керек сияқты. Ішінде орехы бар, банан бар. Менің ойымша дәмді шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Джонни, Раяна, как тебе? Ұнады ма саған? Тәтті ме екен? Достар, мен міне уже шықтым. Енді қазір автобус күтіп отырмын. Раянаны көршінің үйіне тастап кеттім. Енді үйде ешкім жоқ болды. Сондықтан тастайтын ешкім болмаған соң көршінің үйіне тастадым. Енді қазір автобус күтіп отырмын. And now, everybody look at the only first paragraph in 2 minutes read please and get the main idea of the paragraph. Only paragraph 1. Okay, finished? So, what is the main idea here? Right, please?
For example, Cristiano Ronaldo. Okay, is this ағылшыннан шықтым. Енді қазір біздің апамдардың үйіне баратын боламыз. Тамағым біртүрлі болып тұр. Мен өзім автобуспен барам, ал үйден мамандар өздері шығатын болады. Енді апамдардан влог болады. Достар, қазір ғана менің автобусым өтіп кетті. Міне достар, мынау енді менің атамның өзінің қолымен еккен бақшасы. Қияр, помидор. Мен өзіме осындай сирен жүгіртіп, өзіме үйіме алып кетемін. Бірақ біздің үйде де бар негізі сирен. Енді біз қазір күннің суығында мороженое жеп жатырмыз.